Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2022 жылы жарық көрген Алтын атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Фильм алыс емес болашақта өрбейді. Адамдар қиын-қыстау заманда өмір сүреді. Айдалада пойыз келе жатады. Ішінде бір жігіт пен балалы әйелді көреміз. Жеп отқан тағамын ол әйелге тастап, өзі бір бекеттен түсіп қалады. Содан жайлап, ақсаңдап, жанармай бекетіне келіп, ішіндегі адаммен амандасады. Алайда ол жауап қатпай отырады. Менімен осы жерде кездесу бар еді. Жұмыс істейтін ауылға апару керек. Білесіз бе дегенде бәрібір үндемей отырады. Соңында әжетхананы сұрағанда ана жақта деп басқа тілде жауап береді. Оны іздеп тауып кіріп отқанда сырттан сен жұмысқа барасың ба деп біреу сұрайды. Иә, мен барамын деп отырады. Басын, қолын жуып болған соң шаңғытып жолға шығады. За бензин 100 и 20 за воду. Добавлю к 200 за перевозку. А бензин не входит в 200? Мне сказали, что туда кто-то едет, что поездка обойдется мне в $200. Только не уточнили, что бензин оплачивается отдельно. Не страшно. Содан қырлы жермен келіп, шөлден өтіп бара жатқанда көліктері бұзылып тұрып қалады. Қосалқы дөңгелекті алып, тесілгенді шешуге кіріседі. Дөңгелектерін ауыстырып, ары қарай кете береді. Кеш батқанда екеуі от жағып әңгімелеседі. Шопыр неге жұмыс ауылына бара жатсың деп сұрастыра бастайды. Зачем туда едешь? Там возможность. Они просто рисуют красивую картинку, чтобы ребят вроде тебя туда заманить. Там, откуда я, жизнь тоже не сахар. Да если б там только работа, там все место гнилое. А ты хочешь сунуться туда. Я справлюсь. Ертесіне жолдарын аттанады. Рөлде жігіт отырады. Шопыр ұйықтап жатады. Сонда жігіт радио бұрағыш секілді затқа қол тигізгенде шопыр мен саған тиіспе деп айтып едім ғой деп көлікті тоқтатып ашуланады. Жігіт кешірім сұрайды. Сөйтіп бір талдың түбіне дәрет сындыруға барады. Болған соң жанында үйіліп тұрған тастарды көріп, соған қарай жүреді. Біреуінің бетін сипап сүрткенде жылтырағанын көріп, шопырға қарайды. Ол көлігін шұқлап тұрады. Оны бірдеңе бар сияқты деп шақырады. Келіп отырып, алтынды байқап, ол да бетін сүртіп, егер отқа қарайса алтын емес деп оттықты алып жағып көреді. Бірақ ол қараймайды. Оның алтын екенін түсініп, екі жақтап қаза бастайды. Біраз қазғаннан кейін қолмен тартып көреді. Шығара алмай көлікке байлап тартады, бірақ жіп үзіліп кетеді. Қайта байлап тартқанымен шығара алмай жіп тағы да үзіледі. Ашуланып ары қарай қазуға кіріседі. Солай уақыт өте шопыр күн батпай иттер келмей тұрып отын жинайық. Қандай иттер деп жігіт түсінбейді. Олар бізді сезіп қойды деп ағаштарды жинап әкеледі. Кеш бата иттер уілдейді. Ағашты жағып отырады. Алтын таптық деп қуана бастайды. Содан шопыр екеуміздің біреуіміз экскаваторға барып келу керек деп ойын айтады. Неге бірге емес деген жігітке алтынмен біреуіміз қалу керекпіз. Осыдан 2 күндік жерде экскаватор болу керек дейді. Сонымен 4-5 күн кетеді деп шопыр топшылайды. Спрашивать придется осторожно, а то пойдет слух, что ищешь экскаваторы, все заинтересуются. Я тебе скажу, кому можно верить, а сам посторожу золото. Может, лучше я останусь? Ты же знаешь, где взять экскаватор. Я тебе откровенно скажу, я тебе не доверяю. Не верю, что ты тут продержишься. Беречь воду, следить, сколько выпил, сколько осталось, считать еду, а когда закончится, добыть еще, это все здесь не шутки. Думаю, справлюсь. Жолға шығатын кезде жігітке су, банкідегі тамақ қалдырады. Мынау керек болып қалады деп пышақты лақтырады. Кейін спутникті телефонды қалдырады. Барған жерінен хабарласамын деп. Мен айтқан нәрселерді істе деп кетіп қалады. Алтынды көміп қойған екен. Талға келіп, көлеңке жасап, ішіне заттарды кіргізіп, телефонды қосып көреді. Солай жалғыз өзі шөл далада қалады. Ағаш жинап, кешке жағып, тамақты отқа жылытып, бір қасық жеп алады. Кейін иттердің ырылдағанын, әрі-бері жүргендерін естіп, пышақты дайындап отырады. Солай ұйықтап шығады. Отын көбірек жинап, оны орап, сүйреп әкеліп төккенде алыстан бір әйнек жылтырағанды көреді. Заттарын жинап, алтынның бетін таспен жауып, өзі солай қарай кетеді. Бір төбеден қарағанда төменде құлаған ұшақты көріп, қасына келіп, аралап шығып, ішіне кіреді. Келген жағына қарап, ойланып, ұшақтың темірлерін бөлшек қылып сындыра бастайды. Темірлерді сүйрей кетеді.
талға әкеліп сүйейді. Солай бірнеше рет барып бөлшектер мен орындықтарды алып келеді. Желкесінің терісі бөртіп кетеді. Талдың жанын қоршап ішіне жатады. Біраз жатқаннан кейін күн түсіп тұрып кетеді. Бетінің терісіне де жара шыға бастайды. Алтынның жанына келіп отырады. Қарап тұрып бір бөлігін таспен ұрып сындырып алады. Оны тазалап отқанда телефон шырылдайды. Боюсь, у меня плохие новости. Я на станции взвешивания, мотор перегревается. Я стараюсь быстрее, но все-таки могу задержаться. Я отколол кусок золота. Кусок? Даже не думай. Хочешь им рискнуть? Нет. Сиди с золотом. Я приеду, как только смогу. От жағып отыны бітейін деп жатқанын көріп, қолына жанған ағашты ұстап іздеуге кіріседі. Алайда жан-жағынан иттердің дауыстарын естіп қорқып жүреді. Біреуі шабуылға кіріспек болып кетіп қалады. Амал жоқ, орнына келіп отырады. Осылай тағы бір күн өтіп кетеді. Терісі нашарлай береді. Баклажкаға суды құйып, ішіп алады. Кейін бір жыланды байқап, пышағын алып жаймен соған қарай секіреді, бірақ жылан қашып кетеді. Сол кезде суын төгіп алғанын көріп, тез алуға тырысқанымен су түбінде ғана қалады. Соңғы тамағын ішеді. Содан ұшақтың бір бөлшегін алып жатқанда алыстан біреуді көріп, ұшақтың ішіне тығылады. Алтынды тез сөмкесіне салады. Тығылып отсың ба деп сұрағанда жоқ дейді. Онда сыртқа шық деп шақырады. Ищешь чего ценного? Да, Куда понесешь? никуда. Почему здесь? Это место не хуже других. Потащишь куда-то? Нервозный ты ублюдок, я гляжу. Мен ана жақта сенің басқа лагеріңді көрдім деп соған қарай кете бастайды. Жігіт болса тоқта, тұратын жерді құртудың қажеті жоқ деп айтқанымен әйел кете береді. Жігіт ұшақты ал, сол жақсы пана болады, отты жағып аласын деп кетіп қалады. Бірдеңеден қашып жүрсің бе деп қыз артынан қалмай, қайдан келдің, қайда барасың деп сұрақтың астына алады. Жігіт ашулана бастайды. Алайда осы уақытқа дейін әлсіреп қалғаны көрінеді. Қыз өзіңді бос ұста деп ары қарай шығып кетеді. Жігіт артынан тоқта деп жете алмай келе береді. Талдың қасына жеткенде қызды кет деп қуа бастайды. Ол болса бұл жерге қалай келдің деп сұрайды. Меніңше сен бірдеңе жасырып тұрсың деп күдіктенеді. Можно лезть сюда и брать чужое? Твари вроде вас вирус. Хочешь, чтобы меня здесь не было, ублюдок городской? Пошел ты, мразь! Содан әйелдің үстінен керек заттарын алып қалады. Тамағынан жейді. Оның өзін жер қазып көміп тастайды. Бірақ иттер аяғынан тістеп шығарып жатқанын көріп, иттерді қуып, көп отын жинап, әйелді өртеп жібереді. Ұйықтап жатқанда телефон шалынады. Алып шопырмен сөйлеседі. Ол экскаватор тапқанын, бірақ ойлағандай уақытта жете алмайтынын, телефон алғанын айтып, осы нөмерге хабарлассаң болады дейді. Жел болып тұрады. Отын жинап жүріп, құмды дауылды көріп, артқа қаша бастайды. Үйшігіне кіріп отырады. Темір бөлікті ұшырып әкетеді. Баклажка сынды заттарын ұшырып кеткенде, оларды іздеп шығады. Таппай жүргенде талмен қоса үйшігінде ұшырады. Солай тал оның үстіне құлайды. Дауыл басылған соң құмның астынан шығады. Бір ағаш кіріп кеткен болып айқайлайды. Орнына келіп, айналасына қарап, сөмкесін шығарып, алтынның жатқан жерін таппай іздейді. Әйтеуір бір үйіліп тұрған құмды ашып, тауып алып, жанында жатады. Кейін ағашты суырып, аққан қанды киіммен байлап қояды. Отты жағып, банканың қақпағын қыздырып, жарақатына басады. Әлсірегеннен кейін көзіне әр нәрсе көріне бастайды. Алтынға қарай жылжи береді. Жақындағанда телефон шырылдайды. Құмның арасынан іздеп тауып сөйлеседі. Осындасың ба деп шопыр сұрастыра кетеді. Оны көрмей тұрмын. Кімді деп айтқан шопырға қызды дегенде, ол алтынды көрді ма? Жоқ деп алтынның бетін жауып қояды. Одан құтыл деп шопыр ар жағынан сөйлеп жатады. Саған тамақ керек пе? Менде тамақ бар деп қыз келеді. Жоқ, кет деп жігіт жатады. Я могу дать тебе еду. Я сказал тебе нет. Слушай, недалеко есть источник. Давай отведу туда. Или ты просто умрешь. Прочь! Так ты не видел мою сестру? Прочь! Ұйықтап кетіп, тұрса айналасында от жағылып тұрады. Телефонды алып шопырға қоңырау соғады. Одан құтылдың ба дейді шопыр. Я деген жігітке жақын қалдым. Түтін көріп тұрмын, сен ба деген шопырға я менмін деп жатқанда иттер жинала кетеді. Тезірек кел дейді. Оған иттер жаймен шабуылдауға кіріседі. Оларды қуып, айқайлап, арпалысып тұрғанда алыстау жерде шопыр оны дүрбімен қарап, телефоннан дауысын естіп, оның өлгенін күтіп отырады. Сонымен иттер жабылып оны сүйреп әкетеді. Сосын шопыр көлігімен экскаваторды алып жолға шығады. Келіп жатқан жігітке қарап, көлігінен қолғапты алып шыққан бетте оған садақтың оғы
оғы тиеді, солай жігіттің жанына құлайды. Осылай фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.